Армысыздар, құрметті ағайын. Эфирде жаңару мен жаңғыру жолы бағдарламасы, студияда журналист Сайра Қажоспанқызы. Көктем келіп, жер қарайып, өңір бойынша тазалық жұмыстары басталып кетті. Біз бүгін бұл мәселеде жерлестеріміз қалай белсенділік танытуда. Бұл туралы ойын білдіру үшін Абай облысы мәслихатының депутаты Армен Ахметхан мырзаны шақырып отырмыз. Арман Шамайұлы, студиямызға қош келдіңіз. Сіз өнеркәсіп, жер қойнауы және экология саласын дамыту жөнінде тұрақты комиссияның мүшесі ретінде, жалпы мынау Таза Қазақстан бастамасы аясында Абай облысында қандай жұмыстар жүріп жатыр? Сұхбатты содан бастасақ. Армысыздар, құрметті көрермендер. Біріншіден сіздер осындай мәселені бірге талқылауға студияға шақырғандарыңызға үлкен рахмет. Енді Таза Қазақстан акциясы ол еліміздің басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың бастамасымен іске асып атқан үлкен мемлекеттік жоба. Бұл жобаның негізгі мақсаты ол ауламызды барлығын таза ұстау. Енді бүгінгі күні қандай жұмыстар атқарылып жатыр десек, мысалы, өздеріңіз күнде көріп отырсыздар, аптаның әр сенбісінде бүкіл мемлекеттік қалааралық аудандарда, әр ауылдарда үлкен сенбіліктер өтіп жатыр. Ол сенбіліктің негізгі мақсаты ол бұрынғы қоқыстан тазалау. Одан кейінгі мәселе адамдардың санасын ояту. Өйткені сана оянбай, сана тазармай, ол біздің ауламызда тазармайды. Ол бәрімізге белгілі. Сол үшін де бұл бастама өте орынды басталды. Оған бүгінгі күні еліміздің азаматтары белсенді араласып, жақсы өзінің осы бастамаға қолдауларын көрсетіп жатыр. Өте жақсы. Біз жыл сайын осы бір көктем мезгілінде, кейде күз мезгілінде сенбіліктер өткізуді дәстүрге айналдырып алдық. Бұл бір жағы жақсы, бірақ тазалық күнделікті өмір салтына айналған елдерде бұндай сенбіліктер жасалмайды. Сондықтан сұрайын дегенім, тазалықты күнделікті біздің тұрғындардың өмір салтына айналдыру үшін қандай шаралар қолға алынып жатыр? Енді жаңа қайталап айтам, тазалық деген нәрсе ол әр адамның өзінен басталу керек. Айтады ғой, тазалық ол тазаланған жерде емес, тазалық ол бұлғанбаған жерде тазалық болады. Сол үшін біз тазалық ол жақсы жасалып атқан, бірақ біз келешекте сол тазалықты, жаңа өзіңіз айтпақшы, тазалықты жасамайтындай жағдайға жетуіміз керек. Ол үшін біз бірінші адамның санасына осына енгізуіміз керек. Біз үйдегі бесіктегі баладан бастап осы нәрсені құлағына құйып өсіруіміз керек. Ол дегені өзіңіз білесіз, біз мектептің кезінде арнайы жәнегіндей сүйекті тазалатқызатын, қағаз тазалайтынбыз, жинайтынбыз, макулатура, осының барлығын жинайтынбыз. Оның барлығы кезінде не үшін керек деп ойлап қарасақ, соның барлығы бізге бала күнімізден осы нәрсені сіңіріпті. Сол үшін осы нәрсені мен ойлаймын, қазірде қайтадан қолға алу керек сияқты. Өйткені осыны қолға алып, оны жай жинап қана қоймай, оны келешекте мысалы бір үлкен бір өндіріп, одан бір жақсы бір продукция шығаратындай жағдай жасау. Сіз енді бала кезіміз туралы жақсы айттыңыз, бірақ ол уақытта білесіз бе, бала кезде шар беріп, ұсақ түйек, сағы бірдеңе беріп, балаларды ынталандыратын. Бүгінде осындай шараларды атқару үшін ынталандыру деңгейі жетпейтін секілді. Ол өте дұрыс айтасыз. Осы бойынша біз енді әкімдермен де кезігеміз, өзіміздің депутаттардың арасында да осы әңгіме өзіміздің арамызда жиі талқыланады. Өзіміз жақтан да қазір ұсыныстар айтылып жатыр. Мысалы, бүгінгі күні белсенді азаматтарға неге жәнегіндей сыйлықтар бермеске, неге бір жәнегіндей сыйақылар ойластырмасқа деп сондай бір ұсыныстар айтып отырмыз. Мысалы, таза аула, әдемі аула, көрікті аула деген сияқты бір әртүрлі жәнегіндей қалай айтады ана
ынталандыру шаралары. Ынталандыру шаралары. Өйткені кәдімгідей бір зейнеткер ата апаларымыз білеміз, көктем басалса есіктің алдына ешкімнің жаңағы айту үңгітпей өз ақшасына аздаған пенсиясына гүлдің тұқымын сатып алып, егіп, тіпті үлкен ағаштар егіп жататын азаматтар бар. Ондай азаматтар өте көп. Оны қазір міне осы Таза Қазақстан акциясының аясында көріп отырмыз. Оны қазір телевидениеде көріп отырмыз. Оны блогер азаматтар да жақсы жаңағы интернет желісіне салып отыр. Өте белсенді азаматтардың көп екені көрініп тұр. Енді осыны біз жоғалтып алмауымыз керек. Оны ары қарай жақсы ынталандырып, бұны ары қарай бір жақсы дәстүрге айналдыратын болсақ, мен ойлаймын, біздің Қазақстан таза мемлекеттердің қатарына табылады деп. Осындай бір жақсы дәстүрлерге, қолдауларға қарамастан, кейде мен осы қаланың тұрғыны ретінде кейбір нәрселерге керемет қарным ашады. Мысалы үшін Жоламан мен Бобровка дегенді алайықшы, қаланың шеткер аумақтары. Жыл сайын сенбілік кезінде бүкіл қаланың мемлекеттік қызметкерлері басқасы барып жинап жатады сол аумақты. Жаңа тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы жаңағыдай қоқыстарды алып кетеді. Келесі жыл тағы сол аймақ тағы сол қалпына келеді. Мысалы үшін жаңағы тұрғындардың тазалыққа деген жауапкершілігін қалай арттыруға болады? Егер жоқ болса, оның мысалы үшін басқа да бір тәртіптері бар шығар оның? Енді оның барлығын дұрыс айтып отырсыз. Мысалы, жаңа айттық қой, егер қоқыс тасталмаса, ол қоқыс болмайды. Мынандай бір сөз бар ғой, заң бұзатын адам жоқ дейді, заң бұзатын мүмкіншілік бар дейді. Сол сияқты мысалы бізде де мүмкін өте көп жаңағындай барлығы айналып келгенде санаға келеді. Өйткені мысалы көп жерде даже алысқа бармай қойық, өзі қаланың орталығында кетіп бара жатқан кейбір кісілер алады да жаңағындай машинада кетіп бара жатып заттар тастай салады. Мысалы мен өзім қанша рет куәгер болдым. Мысалы қала аралық трассаларда кетіп бара жатқан кезде адамдар мусорларын тастап жатады. Мен өзім қанша рет бірге жолаушы болған азаматтарға өзім жаңағындай ескертулер жасадым. Мен айтамын, тастама, келесі аялдамаға барамыз, сол жерден тастаймыз деген сияқты. Сонда кейбір адамдар сондай ескертулерге бір түсінбеушілікпен қарап отырады. Мен ойлаймын, осындай бір сын түзелмей, мін түзелмейтінін біз түсінуіміз керек. Сондықтан да бұл жаңағы затты біз ең бірінші санада өзгертуіміз керек. Сана өзгермей, ол қоғамда өзгеріс болу деген нәрсе. Өйткені біз ол нәрсені біз өзіңіз айтпақшы жылда тазалаймыз. Мынау адамдардың күнделікті өмірде қолданатын экологиялық дағдыларының болмауы оның бір ауыр салдарлары болады. Енді бірақ оған қарап отырмаймыз ғой. Тазалық нормаларын сақтамағандарға нақты шаралар қолдану керек шығар. Биыл жаңағы оны жергілікті әкімшілікте мысалы үшін айыппұл түрінде іске асыру құқығы берілген секілді. Осыны сіз қолдайсыз ба? Негізі енді айыппұл деген бұл енді ең шеткі меже болу керек. Айыппұлға дейін жаңағындай бірінші түсіндірме жұмыстарымен, егер де ол инструменттер жұмыс істемейтін болса, ол уже айыппұл ең шекті меже болу керек деп ойлаймын. Сол үшін бірінші айыппұлмен адамдарды ашындырмау керек, адамдарды ынталандыру керек. Бізде карательный жаңағындай қалай жазалау мен емес, ынталандырумен жұмысты жүргізуіміз керек. Сонда ғана бізде ол қоғамда өзгеріс болады. Мысалы үшін сіз экология саласын дамыту жөніндегі тұрақты комиссияның мүшесісіз. Осы комиссияда ынталандыру бағытында белгілі бір ұсыныстарыңыз бар ма? Енді ондай ұсыныстарымыз бізде енді комиссияда айтылады, бірақ оның барлығы өзіңіз білесіз қаражатқа кеп тіреледі. Мысалы экология деп айтатын болсақ, ол экология деген нәрсе ол жалғыз осы айыппұлдан түскен ақшаларды ынталандыру мақсатында жұмсау деген секілді. Енді ол жерде енді бюджетті бөлу бойынша, экология бойынша қазір жұмыстар жүргізіліп жатыр. Бірақ енді ынталандыру бойынша қазір әкімшілікке де, әкімдерге де ұсыныстар беріліп жатыр. Тағы бір мәселе бизнестің жаңағы бұл жерде экологиялық жауапкершілігі туралы айтсақ. Өзіңіз білесіз, таяуда ғана қала әкімі қаланың бірқатар ірі сауда орындарында барып, олардың айналасын тазалығы, тіпті сауда мекемесінің өзін талапқа сай келу келмеу туралы үлкен мәселені көтерді. Былай қарасаңыз, қаланың барлық аумағында жаңағы Нива дүкені секілді сауда орындарын кездестіруге болады. Ол мысалы үшін жаңа қаланың океан аумағындағы
аталмыш базар, Жаңа Семейдегі базар, мына 342-ші кварталдағы үлкен сауда орталықтары кеңес үкіметінен қалған. Енді онда бір адамдар алып, жаңағыдай пайдасын көріп отыр ғой. Бірақ соның айналасын абаттандыру, тазалау, сол мәселеге жеткілікті көңіл бөліп отырған жоқ. Мысалы үшін осындай азаматтармен экологиялық жаңағы бизнестің жауапкершілігін мақсатында мысалы үшін ары қарай қалай жұмыс істеуге болады? Енді бұл жерде өзіңіз дұрыс айтып отырсыз. Осы өткен аптада облыс әкімі бірқатар мекемелерді өзі барып тікелей қарап, өз көзімен көріп, елдің сөзі емес, өз көзімен көріп, оны бүкіл халық көрді, интернет арқылы, телевидение арқылы. Шынымен де біздің кәсіпкерлерді айтса айтқандай, жаңағы өзінің мекемелерін бір кішкене болса да қалыпқа келтіруге болатын еді осы уақытқа шейін. Оны енді облыс әкімі де жаңағындай өз ескертулерін айтты. Кешегіні қаланың әкімі жаңағындай аралап көріп жатыр. Енді біз комиссия мүшелері ретінде біз өз тарапымыздан жаңа кәсіпкерлермен де кезігіп осы жұмыстарды түсіндіріп, чтобы келешекте өздерінің мекемелерін қалаға тән бейнесін келтіруге тырысуына біз де атсалысамыз. Жалпы тазалыққа жауапты мекемелердің өз жұмысына мысал үшін талапқа сай қарау мәселесі де сіздердің комиссияларыңыз назарында болатын шығар. Кейде былай қарайсыз, кейбір үлкен көшелер, мысалы үшін Бозтаев, Әуезов көшесі дейміз, үлкен көшелердің бойындағы тазалық біршама тәртіпке сай болғанымен, олардың арасындағы аралық көшеліктер жылдан жылға ұмытылып қалып жатады мысалы үшін. Енді бұл жерде барлығын айналып келген кезде қаражатқа келіп тіреледі. Мысалы, жаңағы тазалықты көрсететін мекемелер, мысалға, бүкіл қаланың тазалығына айтады, осыншама бюджет керек дейді, мысалы. Бірақ ондай бюджет, өзіңіз білесіз, біздің қалада да, облыста да оның бәрін қарастыру өте қиын. Сол үшін де ол проблема бүгінгі үлкен қала Алматыда да, Астанада бар. Бірақ енді ол бар екен деп қарап отырмаймыз. Қазір енді оған әкім де, қаланың әкімі де, облыс басшысы да бұған қатты назар аударып отыр. Қазір депутаттарға да тапсырма беріп отыр. Осыны назарға аударуды, оны жалғыз депутат пен жалғыз әкімнің мойнында емес, бұны халыққа да айтып отыр. Мысалы, өз жақтарынан, өз тарапынан жаңағыдай бақылау, халықтық бақылау жасауды керек деген. Сол үшін бұл жерде мен ойлаймын, келешекте кеше ғана алған облысымыз бұйырса жаман емес. Қазіргі күні көп қордаланған мәселелер ақын өз шешімін тауып отыр. Бірақ барлығына уақыт керек. Сонымен ойлаймын, келешекте қаламыз мықты қалалардың бір қатарында болады деп. Әрине солай болсын деп тілейміз. Былтыр Абай тойына келген азаматтар Семейдің тазалығы керемет екен деп айтып кеткен кезде шынымен қатты қуанған болатынбыз. Бірақ өкінішке орай бұл бағытта жұмыс істеу әлі де керек екендігін сізде мен де түсінемін. Бұл бағытта енді оны өзіміз жақсы түсінеміз ғой. Біз 25 жыл кенжелеп қанша жыл тұрдық, басқа облыстың немесіне қарамағында. Енді ол да бір фактор болып есептеледі. Бірақ енді ол біз үшін жаңағындай жауапкершіліктен қашу емес. Бірақ біз келешекте осы мәселені жаңағындай шешуге өз тарапымыздан атсалысамыз. Жүргізіліп жатқан жұмыстардың нәтижесі қалай бағаланады? Нәтиже және бақылау туралы айтсаңыз. Енді бақылау облыс тарапынан да, қала тарапынан да жаңағындай ЖКХ қалай көрсетеді? Тұрғын үй коммуналдық мекеме жағын тарапынан да бақылау бар. Жаңағындай мекемелер ол өз жұмысын атқарып жатыр. Бірақ енді бұл жерде сол кісілермен сөйлескен кезде жаңағы адам жетіспейді деп айтып жатады. Адамдардың жетіспеушілігі. Ол енді бүгінгі күні жұмыс күшінің жетіспеушілігі ол бар. Ол енді қазір ақылдасып шешіліп жатыр ол сұрақтар.
Тағы бір дүние бүгінгі таңда бүкіл әлемде өзекті деп айтсақ болады, саналы тұтыну мәдениет және қалдықтарды сұрыптау. Мысалы үшін енді қазір мен тазалық туралы, қалдықтарды сұрыптау, бұл жағдайда жоғары мәдениет туралы айтып жатырмын, бірақ өзім тұратын 9 қабатты үйде қоқыстың барлығы бір құбыр арқылы кетеді. Мысалы үшін шыны ыдыстарды, пластик ыдыстарды, қағазды, тамақты жеке сұрыптау деген жоқ. Бұл мәдениетке біз қашан келеміз? Бұл сұрақты өте жақсы көтеріп отырсыз. Бұл сұрақты жақында ғана біздің Астанадан да біздің мәжілістегі депутаттар көтерді. Бүгінгі күні біз енді жақсы бір бастаманы бастадық. Жаңағы пластик қалдықтарды бөлек сұрыптау, шыны қалдықтарды бөлек сұрыптау, тамақтың қалдығын бөлек сұрыптау деп жақсы бөлек жәшіктерге қойдық. Бірақ оның барлығы бөлек жәшікке салынғанмен шығаратын машина біреу болып тұр. Ол да мәселе. Шығаратын машина біреу болып тұр. Сонда сұрақ туындайды. Онда біз не үшін бөлек-бөлек саламыз, егер оның барлығы айналып келгенде бір машинеге салынса деген сұрақтар туындады. Енді осы мәселені де біз өзіміздің комиссияда көтеріп, келешекте мен ойлаймын, барлығы көп сұрақ уақыттың еншісінде. Өйткені жаңа айтып отырмыз ғой, санамыз бар, қаражат бар, адам мәселесі бар. Ал енді мынау жалпы сенбіліктерге қайта оралайықшы. Жалпы өңірлік сенбіліктердің маңызы қандай? Тұрғындардың мысалы үшін белсенді қатысуға қалай ынталандыруға болады? Енді бұл жерде ең бірінші жағдайда әр адам өзінен бастау керек. Мысалы, біздің қаламызда басқа адам мусор тастамайды, қоқыс тастамайды. Оны тастайтын біздің өзіміздің тұрғындар. Сол үшін де бізде ынталандыру деген нәрсе бізде қалыптасқан ылғи да бір қаржылай ынталандыру болу керек. Болмаса бір жаңағындай сыйақымен ынталандыру керек. Жоқ, бұл жерде әр азамат өз тарапынан, өзінің айналасы, өзінің үйінен бастап осы нәрсені тазалыққа бейімделуіміз керек. Мысалы, әркім өз кәсіп орнында таза ұстаса, маңайын таза ұстаса, өз үйін таза ұстаса, қоқысты тастамаса, тастаған адамға ескерту жасаса, мен ойлаймын, қоғамда өзгеріс болады. Ал егерде біз немқұрайлықпен қарап, біреу қоқыс тастап жатса, оған айтпасақ, онда ешқандай бізде өзгеріс болмайды. Біз енді өкінішке орай екі нәрсенің орнын ауыстырып алғанбыз. Біз ұялатын жерде ұялмаймыз да, ұялмайтын жерде ұяламыз, өкінішке орай. Сол үшін кейде біз жаңағы ұялмайтын жерде айтып, ескерту жасауымыз керекпіз. Енді депутаттар, халық қалаулылары белгілі бір аумақтың, белгілі бір ауданның атынан келген азаматтарсыздар ғой. Әркім сол өзі сайланған аумақта осы мәселені жаңағы кеңінен қолдап, белгілі бір істерге бастамашы болу керек шығар. Жалпы әріптестеріңіз өңір басшысының осы мақсатта жылдаған үндеуіне қалай қолдау көрсетіп жатыр? Енді бұл бастаманы біз басталған кезде біздің әріптестері де, қала халқы да, облыс тұрғындары да барлығы бір ауыздан өте жақсы қабылдап отыр. Өйткені бұл ортақ үйіміз екенін әр адам жақсы түсінеді. Ол облыс басшысының үйі емес, болмаса қала басшысының үйі емес, ол шынымен де өзіміздің тұратын орта. Ертең осы қаламызға келетін қонақтарымызға, өзіңіз айтпақшы, келіп қаламыз туралы жақсы ойын айтып жатса, біз үшін бір үлкен бір мәртебе емес па? Сол үшін бұл бастаманы өте жақсы қабылдады, жақсы қолдап отырмыз. Әр сенбіліктен қалмауға тырысамыз. Өзіміздің жаңағындай кәсіп орындардағы адамдардың барлығын соған жұмылдырып отырмыз. Мынау енді өңір дегенде Семей қаласы емес, жалпы аудандардағы жағдай қалай? Мысалы үшін мониторинг жасап, атқарылған істердің нәтижесі туралы бір есептер бар ма? Сіздер есептер тыңдайсыздар ма? Ол есептер бізде облысқа беріліп отырады. Облыста енді мен сізге қазір нақты цифраларды айта алмаймын, бірақ ол жұмыс жүргізіліп жатыр. Оны мен өзім жаңағы интернет желісінен де көріп отырмыз. Оны ауданы әкімдермен де сөйлескен кезде бұл жұмыстың жүріп жатқанын өзіміз көріп отырмыз. Бұл жұмыстарды бақылайтын экологиялық басқарманың жұмысын қалай бағалайсыз? Енді
экологиялық басқармаға баға беру кішкене қиындау шығар маған, өйткені мен енді бұның маман емеспін. Олар енді өз тарапынан жұмыстар жүргізіліп жатыр. Өйткені мысалы қазір бұрынғыдай емес, қалада жаппай, өзіңіз білесіз, көктемнің кезінде қоқыстарды өртейтін, қазір ол нәрсе тыйылды. Үлкен жәнегі полигонда өрт болып жататын, ол да тиылды. Мен ойлаймын, олар ол кісілер өз тарапынан өз жұмыстарын жүргізіп жатыр бұл бағытта. Енді Таза Қазақстан республикалық экологиялық акциясы мемлекет басшысының бастауымен жалпы сенбіліктер өткізу, қоқыс жинау, аумақтарды көгалдандыру және халықты сауатын бұл бағытта арттыру арқылы елдегі экологиялық жағдайды жақсартуға бағытталған ғой. Осы тұрғыда енді сенбіліктерден кейінгі кезең көгалдандыру. Бұл бағытта мысалы үшін бюджет тарапынан қанша қаржы бөлінді? Мысалы үшін біз бала кезімізде білетінбіз, Семейдің қаласында алаңдарда гүлдер өсіп тұратын. Қазір гүлдер тек әкімшілік алаңда ғана, әкімшілік ғимаратының алдында ғана, да басқа жерлерде жоқ. Жеке меншік кәсіпкерлердің көпшілігі бұны қолдады деп айта алмас едім. Мысалы үшін осы бағытта түсіндіру, жаңағы халықты, жеке кәсіпкерлерді осы көгалдандыру жұмысына жаппай жаңағы атсалысуын ынталандыру бағытындағы қандай жұмыстар бар? Ол бойынша қазір қала әкімі жағына тарапынан ынталандыру жәнегі конкурстар ұйымдастырылатын шығар бұйырса. Өйткені сол бағытта жұмыстар жүріп жатыр. Жаңағы басында айтып өттік қой. Жәнегі кескалардың арасында, дворлардың арасында, аулалардың арасында жәнегіндей жарыстар ұйымдастыру. Ол бойынша мен ойлаймын бір қаражат қарастырылады. Бір ынталандыру болады деп ойлаймын. Тағы бір маңызды мәселе, жаңағы тазалыққа жауапты мекемелер бар ғой, солардың арасында мемлекеттік сатып алу жұмысын ерте өткізу мәселесі. Мысалы үшін кейде мамыр айы тіпті маусымға дейін жаңағы суару жұмыстарына қатысты тендерлар жаңа қайталап өтеді, басқа бір сотқа береді, сондай процесстер ұзарып кетеді де, талдарға су беру мәселесі мысалы үшін жай қолға алынады. Алғашқы еккен талдар мысалы үшін жаңа қурапта кетіп жатады. Мысалы үшін экологиялық комиссия осыған қалай мән береді? Мысалы үшін осыған салаға жауапты мекемелердің белсенділігін арттыру, уақытында өткізу. Енді жаңағы мемлекеттік сатып алудың оның өзінің бір тәртіптері бар. Бірақ біздің тарапымыздан, сіз өзіңіз жақсы айтып отырсыз, бұрындары жылдың басында бюджет бекітілетін, одан кейін ол жаңағындай сатып алуға шығатын, ол сатып алатын адам белгілі болғанша жаздың ортасы болатын. Қазір енді осы нәрсені күздің кезінен қамтып, кейбір сатып алу процестері күз айында, 11 айда, 12 айда өз шешім тауып жатыр. Оны қала басшысы да, облыс басшысы да жақсы түсініп отыр. Қазір сол бағытта жұмыстар жүргізіліп жатыр. Содан кейін кейде қарап отырсақ, біздің кеңес үкімет кезіндегідей жаңағы су таситын водовоз дейміз ғой, сол көліктермен су тасып, шашып жүргенді көреміз. Мысалы үшін, сол қаншалық тиімді. Мысалы үшін 4-5 жылдың айналасында сондай көгалдарды үнемдеп суғару әдісін енгізуге болатын еді ғой, мысалы үшін. Енді оның барлығы айтып отырмыз ғой, бәрі уақыттың еншісінде. Облыста қордаланған мәселелер өте көп. Мысалға жолың бар, аулалар жасау керек, жаңағы аулалардағы жолдар бар, сол сияқты мәселелер өте көп. Үйдің қасбеттері бар. Сонда алып қараған кезде кейбір мәселелерді кейінге шегеруге тура келеді. Оның барлығын бірден шешу өте қиын. Оның сыртында өзіңіз білесіз, жаңағы жылу жүйесінің қазір жақсы ауыстырып жатыр. Қазір су бар.
сондай үлкен келелі мәселелер бар. Соларды бірінші кезекте шешкеннен кейін мен ойлаймын бұл мәселелер де өз шешімін табады деп. Енді қазір міне сенбіліктер өтіп, қала біраз тазарып қалған уақытта жаңа талдар гүлдейді, жыл сайын мынау талдардан үлпілдектер ұшып жатады. Ол бір жағы аллергия туғызады, бір жағы тазалыққа қиын, екіншіден жаңа өрт қаупін туғызады. Мысалы үшін осы ағаштарды сапалы басқа түріне ауыстыру туралы көптен бері көтеріліп айтып келе жатыр. Бірақ жыл сайын осы көрініс қайталанып келе жатыр. Биыл өзгерістер бола ма бұл бағытта? Ол бағытта енді қазір жұмыстар жүргізілуде, бірақ енді өзіңіз білесіз, бүкіл ағашты бірден кесу ол мүмкін емес. Оған енді халықта өзіңіз білесіз, өзінің наразылығын көрсетеді. Кезең-кезеңімен бастау керек қой енді. Ол жерде енді кезең-кезеңмен жұмыстар басталды. Қазір ол бағытта да жұмыстар жүргізіліп жатыр. Енді кесілген ағаштардың орнына, оны да қала басшысы да, облыс басшысы да жақсы түсініп отыр. Халықтың сұранысын біледі. Бұл бағытта да жұмыстар жүргізіліп жатыр. Мен ойлаймын, бұл да бір өзінің кезең-кезеңімен өз шешімін табады деп. Енді түсінікті, сіз бүгін сұраққа жауап алғыңыз келеді, бірақ енді... Әрине, өйткені бізге шын айту керек, мынау экология саласын дамыту жөніндегі халық қалаулысы тұрақты комиссияның мүшесі көптен бері келген жоқ, сондықтан сауалдар да көбейіп қалған шығар, мүмкін бұл сізге де тиімді болуы мүмкін бұл сұхбаттың. Тағы бір мәселе, жаңағы көгалдандыру мәселесі. Қалада, мысалы үшін, енді үнемі біз бұрын жаңағыдай 25 жыл бойы жаңағы жағдайымыз болмады деген нәрсені енді қайта-қайта айта берудің қажеті жоқ шығар. Алдыға жоспар құру керек қой. Жалпы биыл қаланы көгалдандыру мақсатында жаңадан бір тың істер, бастамалар қолға алына ма? Гүлдер егу, көпжылдық шөптер егу деген секілді. Өйткені қаншама қоғамдық кеңестер, бос алаңдар бар. Ол бағытта да өте қазір жақсы жұмыстар атқарылып жатыр. Биылғы жылдың өзінде қаншама алаңға қалада жаңағы көгалдандыру жұмыстары бар, гүл егу жұмыстары, ол енді жылда жұмыстар жүргізіліп жатыр ғой, бірақ енді соның көлемін жылдан жылға ақырын-ақырында көбейтіп жатырмыз. Жақсы. Енді Арман Шамайұлы, біздің эфирдегі уақытымыз аяқталып қалды. 9 ауыз сөздің тобықтай түйіні бар дейді. Бүгінгі хабарымыздың қорытындысы іспеттес, қысқа-қысқа бірнеше сұрақ қойсам. Тазалық міндет пе, әлде мәдениет пе? Тазалық бірінші міндет болу керек та, одан кейін ол мәдениетке айналу керек. Бір сөзбен таза Қазақстан дегеніміз не? Таза Қазақстан дегеніміз ол жауапкершілік. Бүгінгі қоғамдағы экологиялық басты проблема? Ол санамыз. Өйткені сана өзгермей, қоғам өзгермейді. Тазалық деген 1000 ауыз сөзден бір ауыз іс пайдалы ғой. Сол үшін әр тұрғын неден бастауы керек? Өзінен. Жақсы, рахмет. Біздің енді эфирдегі уақытымыз аяқталды. Арман Шамайұлы, сіздердің мынау тұрақты комиссияның алдында тұрған үлкен жұмыстар бар деп білем. Алдағы уақытта бұл бағытта жұмыстар жалғастырасыздар. Әрине, бұл жөнінде біздің эфирге келіп, есеп беріп, тұрғындардың да бұл мәселеде кейбір ақпараттарды беріп, сауаттылығын арттырып дегендей ақпаратты қолдау көрсетесіздер деп ойлаймын. Енді сіздер бұл мәселеде қаншалықты ашықсыздар? Мысалы үшін тұрғындардың экология мәселесі бойынша сұрақтары сіздерге қалай түседі? Біздің енді әр депутаттың өзінің жеке парақшасы бар. Сол әр парақшасында оның жеке байланыс телефондары да бар. Оның сыртында бізде облыстық мәслихаттың парақшасы бар. Сол парақшаларда бізде әр депутаттың жеке қабылдау өтеді. Мысалы, сіздерде ол қалалық депутаттар бар, ол аудандық депутаттар бар, облыстық депутаттар бар, барлық депутаттардың жеке қабылдауы болады. Сол үшін егерде жаңағы халықтың кісілердің келіп, жолығып, проблемаларды көтеруге мүмкіншіліктері бар, ол жағынан бізде ашық. Сұрақтары болса, сұрақ бойынша барып. Бізде әр депутаттың өзінің жаңағындай қабылдау өзінің кестесі бар, сол кесте бойынша келіп, жазылып, өзінің ойларын айтып, бөлісіп, кездесуге болады. Рахмет. Құрметті ағайын, осымен эфирдегі уақытымыз аяқталды. Таза Қазақстан бағдарламасы бойынша біздің хабарымызға қатысып, өз ойын білдірген Абай облысы мәслихатының депутаты Арман Ахметқанов болатын. Сіздерге де көп рахмет. Жұмыстарыңызға табыс тілейміз. Осындай қоғам үшін белсенділіктеріңізді арттыра беріңіздер. Рахмет. Рахмет. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.